Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін зертхана жұмысын өткіземіз. Зертхана жұмысымыз нөмір 3, тақырыбы әртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші пигменттердің болуын зерттеу деп аталады. Құрал жабдықтары этил спирті, фарфор ыдыстар, қастамақ және бұршақ жапырақтары туралған, вазелин, бор мына ішінде және үгіткіші мына жерде тұр. Енді жұмыс барысына оқиға таныстыра сізге. 1 грамм қастамақ жапырақтарын фарфор ыдысқа салып, аздап қар тұтымын және бір шөкім бұрындағы немесе әлсіз сілтілі орта реакциясын жасау үшін қосамыз. Жапырақтарды біркелкі масса болғанша үгітіп, бұған 10-6% этанол қосамыз. Мұқият араластырғаннан кейін пайда болған қоспаны алып лентасы бар қағаз сүзгі арқылы сынауыққа сүзіп құямыз. Сұйықтықты ыдысқа құйғанда шетінен алып кетпеу үшін шыны таяқшаны сыртынан вазелин мен майлап ыдыстың ұшына тақап қою керек. Ыдысты бірнеше Енді сынау қазір келеміз. Ал бастайық. Айта ғой, не істегенімізді? Біз мына жерде Фарфор ыдысқа не салдық? 1 грамм қастамақ жапырағын Турап салдық. Сосын оның үстіне Құм септік солай ма? енді бөлшектеп болып Енді оны не істейік? Үгітейік. Бірінші үгітіп алайық. Бор үгітсек. Енді осыған 10-15 мл шамасында этанол спиртін қосамыз. Сосын езуді әрі қарай салыстырайық. Көкөтін жоқ па? Көкөтін жоқ? Сымыз кішкентай. Мына жапырақ салып жіберейік ішіне. Жапырағын таза оқыған сияқты. Сүзіп, жайлап. Ағыз ау. Жіберме. Тек сұйықтау ғана керек бізге. Жақсы. Қайтадан жақсылап шайқап алу керек. Бірақ суды артық қосуға болмайды, онда ерітінді лайланып кетуі мүмкін. Жақсы. Енді анық көріну үшін бізге судың 1-2 тамшысын тамызда енді сосын не істе дейді? Ал шайқа дейді. Шайқап араластырам. Қолың ал. Бана саусағын басып тұр. Ал өзгеріс бар ма? Қандай түс пайда болды? Төменгі жағында және жоғары жағында. Жалпы қандай түс пайда болды? Ал су тамызғанда қандай түске ауысты? Түсі кішкене ақшыл. Жасыл түстен ақшыл жасыл түске ауысты ма? Ал оқушылар, зертхана жұмысымызды соңғы бөлігін жасап аяқтайық. Салтанат бізге енді ерітіндіге бензин сорт, ерітіндіге тамыз қандай өзгеріс болады екен. Тамыз алып. Жақсы, енді ал. Араластыр. Алдында қандай түс болды? Енді қазір көргеніңіз сары, енді бензин тамызған кезде алып көрсетті. Түсі өзгерді ме? Қандай түске? Кішкене тұндырып қойымыз керек, сол кезде сары түс айқын болып көріну керек. Жақсы? Қоя тұрайық. Оқушылар, алдыңғы сабақта байқалмаған өзгерісті енді күн көріп тұрмыз бе? Яғни эмульсиялануы жүріп тұр. Бензин тамызған кезде қандай түстер пайда болды? сары және жасыл. Жасыл түсі бұл қай жағында? Үстіңгі қабатында. Ал сары түс? Астыңғы қабатында. Енді жасыл түс қандай пигмент? Ал сары ше? Қара түйін. Ол не тамызған кезде пайда болды? Бензин тамызған кезде. Жақсы. Осыны суретін саламыз, қорытындылап жұмысымызды аяқтай қояйық.